Мониторингтік топ ең алдымен Тасбөгет кентіне бой түседі. Ондағы Абай көшесінің тазалығы таңдай қақтырмайды. Номері 11 бағытқа қатынайтын қоғамдық көлік аялдамасында бірқатар кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда түрлі сусындардың шыны ыдыстары таудай үйілуде. Одан кейін комиссия мүшелері қалаға қарасты Шұғыла мөлтек ауданына ат басын бұрды. Ондағы бірқатар тұрғынға белгіленбеген жерлерге қоқыс шығару ережелерін естен шығармау туралы түсіндірілді. Мына жерге енді мысалы алыстан әкеліп тастамайды, осы жердің адамдары тастайтын. Осындай қоқыстар енді қаламыз жылдан жылға тазарып келе жатыр ғой. Соған барлық халық атсалысса. Қазір енді жинап алып кетіп жатыр. Қалаға техникаларын алып беріп жатыр. Бірақ өзіміз соны тастай берсек, басқа қыла берсек, оны жинауға да мүмкіндік болмай қалатын жағдайлар болады. Енді кезінде пакет су жүрген оны көрдік қой. Енді дұрыс алып келе жатқанда соны арман қарай жалғастыруымыз керек. Енді қазір біз Тасбөгет, мынау Шұғыла мөлтек ауданы және осы Әл-Фараби, КБ жақта аралап жүрміз. Кездескен халыққа түсіндірме айтып жатырмыз. Сол халықтар өзінің көршілеріне, басқаларына айта берсе. Оның ұяты жоқ. Көршісі болса да, мысалы, анам қоқыс тастама, ертең пакет саған ұшып келеді, я маған ұшып келеді деген сияқты бір-бірін тәртіпке сол өзіміз келтіруіміз керек. Мониторинг бойынша енді қазір тағы бірнеше жерлерді аралаймыз, әлі де арман қарай жалғаса береді. Кемшілік кетіп жатқан шағын аудандардың бірі Әл-Фараби. Мұнда тұрғындар шыққан күл қоқыстарын өртеген. Бұл өз кезегінде қоршаған ортаға зиян келтіретін улы газ бөліп шығарған. Кемшіліктер қалыпқа келемін дегенше комиссия жұмысы жалғаса беретін болады. Аружан Бейсенбаева, Сабыржан Қаратаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.